Күйеуім үшін әдемі болайын. Шаршап келгенде сұлулығымды көріп тамсанып қалсын. Жан, қарным ашты. Маған пицца заказ берші. Күйеуімнің көйлегін үтіктейін. Әдемілеп іліп қояйын. Рахмет. Оқасы жоқ. Жарайсың, балалар. Иә, анашым. Сен де жақсы жазып жатырсың, қызым. Рахмет, анашым. Отағасы шаршап келеді. Жақсы көретін тағамын дайындайын. Қуанып қалсын. Мына көйлекті кешке мейрамханаға киіп барсам, әдемі екен. Бүгін керемет күн. Иә, тауларға қара, дәмді тәттілер. Келесі жолы тағы келеміз. Қош келдіңіз, отағасы. Дастархан дайын. Шаршап тұрмын, мазамды алмашы. Кеш жарық, жаным. Мына гүл саған. Рахмет, жан. Жан, көйлегім қалай? Кешкі асты мейрамханаға барып тамақтанайықшы. Әдемсің. Жарайды, барайық. Жаным, саған сыйлығым бар. Жан, мұнша әдемі. Рахмет, жан. Сен үшін бәрі. Мен үйдің берекесі боламын деп өзімді өшірдім. Таңғы шайдан түнгі ыдысқа дейін жүгірдім. Мен оның бақытын өзімнен жоғары қойдым. Күлімсіреуімді қалқан қылып, жанымды жасырып жүрдім. Шыдау махаббат деп сендім. Бірақ шыдай жүріп, өз жүрегімді естімей қалдым. Мен махаббатта өз орным барын білдім. Үнсіздікпен емес, шынайылықпен сүйдім. Жылы сөзді күтпедім, сұрадым. Себебі мен көлеңке болу үшін емес, жарық болу үшін жаратылдым. Өз қадірімді сақтап өмір сүруді таңдадым. Бұл өмірде екі түрлі әйел бар. Бірі бәрі үшін өзін ұмытады. Екіншісі бәрін сүйе отырып, өзін жоғалтпайды. Екі жол, екі тағдыр, ал сұрақ біреу ғана. Әйел бақытты болу үшін өзін ұмыту керек пе? Әлде өзін сақтап, махаббатта да қадірлі болу керек пе? Жауабын әр әйел өзі таңдайды.